Жыл сайын қаламыздың үздік оқушыларын іріктеп, оларды облыстық кезеңде бағын сынауға бағыттайтын жалпы пәндік олимпиада желтоқсан айының алғашқы аптасында жүзеге асты. Оның барысына Степногорскалық білім бөліміне қарасты барлық мектептердің оқушылары қатысып, өз білімдерін сынға салды. 2018 жылғы 6-7 желтоқсанда Степногорск қаласының білім бөлімінің жанындағы жалпы білім беретін мектептерінің 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарының оқушылары арасында облыстық кезеңнің қалалық пән олимпиадалары өткізілуде. Пән олимпиадасын өткізілу мақсаты оқушылардың зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін дамыту, арттыру, сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарына ынталандыру болып отыр. Биылғы пән олимпиадасына 630 оқушы қатысуға ниет білдірді. Мектеп қабырғасындағы барлық пәндер бойынша өткізілетін айтулы олимпиада тәлім алушылардың жан-жақты қабілеттерін дамытып қана қоймай, олардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға негізделген. Мәселен, номер 9-шы орта мектебінің оқушысы Ақгүл Жеңісбекованың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне деген қызығушылығы 5-ші сыныптан бастау алған. Оның осы бағыттағы қабілеттерін шыңдауда ұстазы Жанар Шаяхметова өз көмегін көрсетіп, жетекшілік етіп келуде. Сондықтан да бұлар 10-шы сынып оқушысы облыстық білім сайыстарында жүлделерге ие болса, республикалық кезеңдердің лауреаты атанған, қалалық зерттеу жұмыстарының үздік атағына лайық деп танылған. 9 сыныпта бірінші орын алғанда областныйға баруға болмайды еді. Енді 10 сыныпта қаламыздың атын шығаруға, мектебімнің атын шығаруға тырысып, көптеген ақын жазушыларды оқып, өмірбаянын зерттеп оқып келдім. Облысқа барып, өзіміздің қаламыздың атымызды қорғауға мақсат қойдым. Биылғы жылы олимпиадаға қатысушы балалар тарапынан кейбір пәндер бойынша қатысуға өтінімдер көптеп түскен. Олар математика, қазақ тілі, география, информатика және биология пәндері. Осылай деп мәлімдеген мамандар екі кезеңнен тұратын олимпиада барысында өз білімдерін көрсете біліп, үздік шыққан жүйріктер ғана келесі кезеңге өте алатын алға тартуда. Осы ретте айта кеткен жөн, әрбір пән бойынша бірінші орынға ие болған 19 оқушы ғана келесі облыстық сайысқа қатыса алады.